Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Осы бейнеде бар жоғы 30 минутта өте дәмді, әдемі печенье жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға қонақ шақырған кезде мейрамдарға жасасаңыздар өкінбейсіздер. Алдымен жұмсарған сары майға тұз, қант қосып, жақсылап араластырамыз. Араластыру үшін ешқандай венчиктің, миксердің қажеттілігі жоқ. Шанышқымен, қасықпен араластыра беріңіздер. Мен осында силиконды таяқша алдым. Содан кейін бір жұмыртқа қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл печеньеге қажет заттардың барлығын осы бейненің төменгі жағына жазып қоямын. Сол жерден көресіздер. Сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Май бөлме температурасындағы болса, өте тез араласады. Какао қосамыз. Какао дәмді, сапалы болғаны дұрыс. Сол кезде печеньеларыңызда дәмді болып шығады. Жақсылап тағы да араластырамыз барлығын. Ұн қосамыз және ұнның үстіне қопсытқыш саламыз. Ұнды шетіне қосасыздар. Бірден қоспаңыздар, електен өткізіп. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Шетінен ұнды қосқаннан кейін. Мен шетінен қосып жатыр. Менде алдын ала електен өткізілген ұн. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін қасықты алып тастап, менде де силиконды осындай қасық. Содан кейін қамыр елейміз. Қажетті мөлшерде ұн саласыздар да қамыр елейсіздер. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қолға мүлдем жабыспайды. Көрдіңіздер ме? Осындай песочный болып шығады. Міне. Қараңыздар міне. Бейнеде сіздерге көріне ме білмеймін, бірақ қамыр өте сондай жұмсақ болып шығады. Қолға мүлдем жабыспайды. Содан кейін осы печеньені дайындауды бастаймыз. Бірден қамырды мен 5 минутқа, 10 минутқа қойған жоқпын. Бірден печенье дайындай бересіздер. Мен осындай шишка тәріздес етіп, формасын келтіріп, печеньені қолмен ақ дайындап, менде пергамент төселген, арнайы духовкаға арналған формаға салдым. Негізі пергамент қағазын төсемей-ақ, бірден сұйық майды жағып, формаға сала берсеңіздер болады печеньені. Печенье өзінің формасына тез келеді, қамыр өте сондай жұмсақ. Міне, көрдіңіздер ме? Шишка тәріздес болды. Міне, өте әдемі. Барлық печеньені дайындап болғаннан кейін, мені біркелкі етіп жасауға тырыстым. Осылай пышақпен жаңағы шишканың формасын келтіресіздер. Өте әдемі болып шығады. Міне. Пышақпен осылай бейнеде көрсетілгендей дайындаймыз. Бұл енді бізде жаңа жылдық стильде, жаңа жылда жасалатын печенье ретінде дайындап жатырмын. Негізі тура осы қамырмен, түрлі формамен печенье дайындай берсеңіздер болады. Кез келген формада. Печенье дайын 180 градуста 10-15 минут пісіресіздер. Өз пештеріңізге қараңыздар, пеш әртүрлі болады. Міне печенье біркелкі болып пісті және ең артынан қант ұнтағын себесіздер. Қант ұнтағын сепсеңіздер, одан да әдемі және дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындаңыздар, комментарийда бөлісіңіздер. Мен қуанып қаламын. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфия, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.